Егер бір адамдар өмірлік қиындықтарға тап болса, тез беріледі. Ал бір адамдар сол қиындықтарға төтеп беріп жеңіп шығады. Осы сұрақтың жауабын анықтау үшін Виктор Франкл концлагерінің сұмдығын басынан өткізеді. Және сол туралы осы бір «Сказать жизни» кітабында жазып шығады. Бұл кітап сөре айдары бірінші эпизод. Сіздермен Шерхан Мұстафа. Кітапқа тоқталмас бұрын сіздерге жалпы Аушвиц, яғни Освенцим лагері туралы қысқаша мәлімет бере кетсем, яғни Виктор Франкл осы кітаптың авторы сол лагерде қалған. Аушвиц лагері 1940-45 жылдары жұмыс істеген, тікелей Гитлердің бұйрығымен ашылған, және де ол жақта кейбір деректер бойынша 1.100.000 адам өлтірілген дейді. Оның ішінде Гитлер, білесіздер, еврейлерді өте қатты жек көрген, соның 1 миллионы еврейлер болған. Кейбір деректерде, яғни Ресейдің сол кезде КСРО-ның жазбаларында 4 миллионға жуық, 4 миллионнан аса адам осы жерде қиналып өлген дейді. Яғни қиналып өлген деген өзі бір кішігірім жұмсақ айтылған шығар, ол жақта енді өте қатты ауыр азаптар тартқан. Адамдарды вагон-вагонмен тиеп алып келетін болған, және де газовый камералар, улы камераларға бірінші салады, одан кейін ол жақта арнайы адамдар, яғни қарауылдар сол жақта камерадан шыққан адамдарды алып, шаштарын жұлады, сосын кейін тістеріндегі алтын тістерін алып қалады, содан кейін барып крематорийға, яғни өртеуге жібереді. Және бұдан да басқа сұмдық неше түрлі адам миына келмейтін қиындықтарды басын өткізген Виктор Франкл осы кітапты жазып шығады. Енді осы кітапқа тоқталсақ. Кітап 3 фазадан тұрады. Бірінші фазасы ол шок прибытия, яғни алғаш түскен кездегі шок. Екіншісі лагерде ұзақ уақыт қалған кездегі адам мінезінің өзгерісі. Үшінші азаттыққа шығу, азат болу. Лагерден құтылып шыққан адамның психологиясы туралы. Енді бірінші фаза туралы айтайық. Концлагерге алғаш келген кездері адамдар қорқыныш билейді бойларын, яғни түсіне бастайды, қайда келгенін, крематорий бар екен, өздерін өртену мүмкін екен түсіне бастайды, яғни бойларын қорқыныш билей бастайды. Оларды баста тоқ, өздері күшті күйіне алған адамдар тобы қарсы алады, бірақ олар арнайы дайындалған адамдар болады. Олар жылдар бойы осылай адамдарды күтіп алады, және олардың заттарын алып қалады екен өздерімен бірге. Сөйтіп, яғни бағалы заттарын бірден сол сумкаларынан осылай алып қояды екен. Одан кейін уже оларды бөледі. 90% бірден жаңағындай газовый камералға жіберсе, примерно 10% аман қалады екен. Оларды не үшін алып қалады? Жұмыс істеуге, яғни өздерінің күш қуаты бар екенін, мықты екенін көрсеткен адамдарды былай бөледі да, мысалы сен оңға қарай кет, сен солға қарай кет, солға қарай кеткендер, оңға қарай кеткендер жұмыс істейді деген сияқты. Содан кейін оларға аман қалған адамдарға бірден номер тағады, мысалға нөмір 400-ші, нөмір 645-ші деген сияқты. Уже олар аттарымен аталмайды. Аты жоқ, заты жоқ, кім екені белгісіз. Лагерге дейінгі өмірінде біреу болған болса, енді тіптен ешкім емес та, яғни просто номер. Яғни бұл былайша айтқан кезде психологиялық сындыру, адамдарға психологиялық ойын, өйткені оларға бірден сындырады, то, что олардың ешкім емес екенді. Олардың просто әшейін бір номер. Сен мысалы 445-ші номер кел деген сияқты адамдарға өздерін ұмыттыра бастайды. Бірақ осы бірінші фазада таңғалатын нәрсе жатыр Виктор Франкл, то что адамдар арасында қанша суық болып жатса да, яғни жылы киімдер жоқ болса да, тұмау деген аурулардың болмауы, яғни тістері мысалға сынбай, тістері құрттап кетпейді деген сияқты ондай аурулардың болмауы, бұл жерде не түсінеміз, то что адамдардың мүмкіндіктері біз ойлағаннан да, өзіміздің ойлағанымыздан да жоғары екен да. Мысалға адамдарға күніге ол кезде 600-700 калория тамақ берілетін болған. Ал қазіргі нормалар бізде 2500-2800 калория екен да. Бұл жерде түсінеміз, то что адамның физикалық бізге айтылатын врачтардың берген нормаларынан да біз қиын жағдайлар болса, одан төмен жағдайларда өмір сүре алатынымызды түсінуге болады осы жерде. Достоевскийдің айтқаны бар, яғни человек ко всему привыкает деген. Яғни адам барлық нәрсеге үйренеді. Ал енді екінші фаза. Екінші фазада адамдардың сезімдері өше бастайды, яғни ұзақ уақыт қалған адам өзінің жан-жағында болып жатқан дүниелерге біреу қиналып жатқан болуы мүмкін, тамақ жоқ, аш-жалаңаш жатыр деген сияқты ондайларға мән бермейді уже. Яғни ол нәрсе қызық емес. Бірақ кейбір адамдар болады, чувство юморасын сақтап қалған. Яғни қандай қиын жағдай болып жатса да, олар түсінген адамдар, то что чувство юмора адам өз-өзін сақтап қалуға
да өз-өзін ұмытып қалмауға көмектесетін бір күш, қару екенін түсінеді. Мысалға Виктор Франклдың өзі досына үйрететін болғанда, досына тапсырып қойған, то что күніге әзіл шығарып отыру керек деген сияқты. Сөйтіп олар кезектесіп бір-бірлеріне өздерін шығарған әзілдерін айтып отыратын. Яғни түсінген, то что ол психологиялық адамға көмектесетінін, аман қалуға көмектесетінін, өздерін ұмытпауға, яғни ол жақтағы барлық жасалып жатқан әрекеттер адамды ұмыттыруда, өздерін жоқ қылып жіберу, кім екенін ұмыттыру. Бірақ сонда да кейбір адамдар табылған, өздерін ұмытпау үшін осындай бір әрекеттерге барған. Одан кейін үшінші фазаны айтады Виктор Франкл. Ол азаттыққа шығу, яғни түрмеден дегенде концлагерьден босап шығу. Бұл кезде адамдар енді түсініксіз сезім билейді бойларын, адамдар уже қуанудың не екенін ұмытып қалған. Яғни болып жатқан нәрселерге қуана алмайды, өйткені олардың сезімдері өшіп қалған. Яғни бағанағы іштегі апатия сезімі ол бірден кетіп қалатын нәрсе емес, ол жылдар бойы аздап кете береді. Бірақ та бір нәрсе болған, олардың тәндері жандарына қарағанда бірінші оянады. Яғни Виктор Франкл айтады, біз шыққан кезде бірден істеген нәрсеміз бұл тамақ жеу болды дейді. Ол жақта яғни мы не кушали, мы жрали дейді. Короче, жрать начали, яғни біз айтқан кезде тамақ жеу емес, ол тамақты опыра бастайды. Одан кейін болған состояние оларда үйлеріне барады, бойларын қайттан қайғы қасірет билейді. Неге? Өйткені жан жолдастарынан айырылып қалған, туған туысқандарынан айырылып қалған деген сияқты, яғни бала шағасы жоқ болуы мүмкін, ата-анасы жоқ болуы мүмкін деген сияқты. Кейбіреулер болған, то что әулетінде жалғыз өзі тірі қалғанда көмек сұрайтын, сүйенер ешкім болмаған адамдар осындай бір қайғы қасіретке тап болған. Ал енді осы бір Виктор Франклдың кітабынан қандай сабақ ала аламыз? Біріншісі, бұл адам қаласа басқаша өмір сүре алады. Мысалға жаңағындай түрмеге, лагерге түскен адамдардың оған дейінгі өмірі күшті болғанда, лагерге келді, жағдайлар жоқ болып қалды, бірден жұмыс істеу керек, нан таппай қалды деген сияқты, тамақ таппай қалды, олар соған бейімделді. Адам қаласа кез келген жағдайға бейімделе алатынын түсінсек болады. Мысалға бізде болуы мүмкін, білмеймін, бір өте депрессияға түсіп кетуі мүмкін, жақынымыздан айырылып қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ та біз өзіміз ол нәрсеге дайын болсақ, біз ары қарай өмір сүрімізді жалғастыра аламыз, бейімделе алатынымызды. Екінші сабақ, бұл адам сыртқы факторларға қарамастан іштей мықты бола алады. Қиын жағдайларға тап болуымыз мүмкін, бірақ та біздің ішкі жағдайымызда, ішкі состояниеміз, рухани байлығымыз, адами құндылықтарымыз ішімізде бар болса, біз өз-өзімізді сақтап қала аламыз. Мысалға, сол кезде лагерлерде андай адамдар табылған, то что өздерінде табақ болмай тұрса да, өздерінде болған, мысалы, нан бар тек бір бөлігін өздерінің жақындарына бөліп беріп отырғанда, ол жақтағы жағдайларға қарамастан адам өз-өзіндегі рухани байлығы арқылы өз-өзін сақтап қала алған. Яғни адамның өз қолында стадный животный болып кетуі, немесе адами құндылықтарын сақтап қалу. Яғни бұл жерде түсінетініміз, біз кез келген жағдайда, мысалға қиын жағдайға түсіп қалдық, білмеймін, ақшамыз жоқ деген сияқты, ол жердің өзінде де мысалға біз өзіміздің құндылықтарымызды жоғалтпауымыз керек та, өзіміздің кім екенімізді ұмытпауымыз керек. Бұл екінші сабақ. Үшінші жағдай, бұл бізде қиын жағдайларда көмектесетін, бұл біздің өмірлік миссияларымыз. Фридрих Ницшеден айтқаны бар: у кого есть зачем, тот выдержит любое как. Яғни бізде не үшін деген бір сұрақ болу керек та, біз не үшін өмір сүріп жүрміз. Және біз бұл сұрақтың жауабын тапсақ, біз кез келген қалай деген нәрсеге төтеп бере аламыз да. Сабақ алу керек нәрсеміз, бізде бір өмірлік мақсаттарымыз болу керек. Бізді алға қарай итермелейтін, алға қарай жылжытатын да. Сол мақсатқа қарай біз ары қарай қандай қиындыққа тап болсақ та өмір сүрімізді жалғастыра береміз. Лагерде өмір сүргендер де осылай өздерінің алдарында мақсаттарын елестететін болғанда, мысалға армандарын елестететін болған, қалай түрмеден босап шыққан, түрмеден емес, лагерден босап шыққандарын, қалай шалқып тасып өмір сүріп жатқандарын деген сияқты. Қазіргі тілмен айтқанда визуализация или аффирмация ма? Визуализация жасайтын болған, сол нәрсе оларды күнделікті өмір сүруге шабыттандырып отыратын болған. Виктор Франкл өте керемет бір мысал береді. Өзінің қасында екі бір танысы болады, екеуі де өмір сүруге, яғни ойлап жүреді, что өз-өзімізге қол жұмсайтын шығармыз деген сияқты. Виктор Франкл сөйлесе келе, ол екеуіне түсінеді, екеуінде де проблема бір: мен не үшін өмір сүріп жатқанымды білмеймін дейді. Яғни мен не істеймін өмір сүріп, дальше маған
мән мағынасы жоқ дейді. Сосын кейін Виктор Франкл екеуімен де сөйлесе келе, енді психолог қой, не дегенмен екеуінде де өмір сүруге болатын нәрсе тауып береді. Бірінші адамда оның үйінде күтіп отқан баласы болады, екіншісінде енді адам күтіп отпаса да оны бір тірлігі күтіп отырады, бітпеген жұмысы күтіп отырады. Ол географиядан кітап шығаратын, серия книг шығаратын автор болады, және де ол ісі бітпей қалған екен. Ол үшін басқа біреу істеп бере алмайды ол жұмысты, сондықтан да осы бір жұмыс күтіп тұрады. Осы арқылы то, что оларға бір өмір сүруге мақсат тауып береді. Не үшін дальше өмір сүру керек екенін мақсат тауып береді. Және осылай Виктор Франкл көмектеседі. Дәл осылай бізде бір өзіміздің өмірлік мақсатымызды тауып алуымыз керек, миссиямызды тауып алуымыз керек. Және ол миссия, мақсат бізді өмір сүруге әрі қарай да біз өзімізді дамытуға да алға қарай жылжытып отыру керек бізді. Егер де Виктор Франклдың дәл осы «Сказать жизни да» кітабын оқымаған болсаңыз, сіздерге настоятельно рекомендую. Бұл кітап тек қана адамдардың концлагерьде өткізген қиындықтар туралы емес, өміріміздің әрбір сәтінде мән мағына табу туралы. Бұл болған кітап сөре ең бірінші шығарылым. Лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, яғни кемшілік тұстарымыз болса да оны да жазып кетсеңіздер, өте қатты риза боламын. Қолдауларыңызды күтемін. Яғни келесіде қандай кітап талдау керек болса, оны да жазсаңыздар болады. Ұсыныстарыңызға ашықпыз.